Қасқыр ұлыған түн. Қыстың ұзақ кеші. Осындайда бойыңды кернеген суықты қуып шығар айлаз дейсің. Осындайда жойылсын бұйығы тірлік деп жар салғың келеді. Ымырт үйіріліп, қас қарайса болды, сулы сыпсың кешкасын іше салып, тас бүркеніп жатып қалар ауылдағы ағайынды сағынасың. Әбден қысқарып, бір қайырмаға келмей қалған күн суық жүзбен таудың қыр желкесінен төніп тұр. Ақ көрпесін айқара жамылған айналаңыз жылдың басқа мезгілінде емес, күміс нұрға шомылып, қараңғылыққа ырық бермей, ұзап барып ұғысады, түннің қап-қара отауына барып кіреді. Дәл осы сәт алғашында таусылмас ұзақ болып көрінген қысқы кеш есіңе қайдағы жайдағыны түсіріп, көңілге салқындау қабыздаған белгісіз бір мұң ұялайды. Өзіңе ала сұрып ермек іздегендей боласың. Малшының жөні бір басқа. Тебіндегі отарын қыстаққа кіш-кіштеп қайырып, ай күймен қоралап біткенше қас қараяды. Сосын әйелі әзірлеп қойған тамаққа тыңқия тойып алған әлгі шопан темір пештің жылуына қыздырынып, қисайып жатып, ара журналын оқуға кіріседі. Ал ақ қар көк мұзды қақ жарып, қиырдан қиырға қосын арқалап көше берер жылқышы күпсіне иегін тығып, су ағаштың бықсып жанған алауына телмірген күйі примасын тұқылдай сорып, тым ауыр, тым мағынасыз ойға батар. Ауылдың жөні бір басқа. Малын жайғап, маңайын тазалап, сыртқы күйбеңмен аялдап, үйіне кірмей біраз жүреді. Тамағыңды іш, суып қалды дегенде барып, кергей басып міндетсініп үйге кірер. Онымен бірге кірген будақ-будақ бу төбеге шапшиды. Сонсоң әлгі ағайын, радионы қаттылап қойыңдаршы, не сөйлейді екен деп, пимасын шешіп баласына пеш қабырғасына кеп түрге қойдырады. Радионы бұрағанда міндетті түрде қияқ-қияқ деп кеңірдек жырта айғайлап тұрары және рас. Осы сәтте осы үйдің 10-шы класста оқитын бойжеткені барын киіп сыланып киноға аттанады. Қар алғашқы жауғанда сойып алған соғымның еті бұрқырап, дастарханға келгенде пеш түбіндегі аламысық керіле тұрып мияулай аяңдайды. Қыстың ұзақ кеші. Қалада мүлдем басқа. Мұнда қысқы кеш қысқа сезіледі. Аяң-пияңмен жұмысты тәмамдап аялдамаға сығасың. Қаптаған халық. Түнде жауып, күндіз жылбас қылана ерген қырбақ енді көк тайғаққа айналып, тайып жығылып жатқан адамдар. Ыңыранып, сасып борсып әрең келер автобусқа жапа тармағай ұмтылысқан ел бір-бірін итере, бірін-бірі жұлқып, бір-бірін балағаттап есікке ілінеді. Әуелгі артқы, сонсоң алдыңғы есікке. Алдыңғы есіктен өлдім дегенде жарты иығын кіреді. Ең алдымен шофер ұрсады. Сонсоң әйелдер күңкілдейді. Үйіңе өлдім талдым деп жеткенде, қайда қаңғып жүрсің? Деп келіншегің тұлан тұтады. Ит боп жүріп, отбасыңды әрең тапқан сен, ойнап жүрдім деп арс етесің. Өйтпеске амалың жоқ. Телевизорды қоясың, қияқ-қияқ. Үндемей барып өшіресің. Сонсоң теріс қарап, тым-тырс жатып қаласың. Міне осындай бір қыстың ұзақ кешінде мен жолға шығатын болдым. Алғашында барғым келмеген. Редактор қолқалап болмаған соң еріксіз көндім. Біздің бастық негізінде қорқытып, үркітіп жұмсамайтын жайдары ақылды жігіт. Жаста болса, атқа ерте мінген, ерте өскен, әлде біраз жерге барарын сезген дейсің. Бұйрықты қолыма алып, аттанатын болған соң жол қамына кірістім. Бірақ барар жер алыс, Қазақстанның шығысы. Алматыдан 10 градус суық болғанда, онда 40-қа жетіп ел мен жердің мазасын
алып тұрған шығар. Облыс орталығынан ары автобус жүреді екен. Айтқаным айнымай келіп, қаңтардың қақаған суығына тап болдым. Автобустың мұздай теміріне қолың тиіп кетсе, қырқып түседі. Киімім жұқа еді. Әлі ірге теуіп, үйлі боранды болмаған адамның шаруасының қиюы келуші еді. Тәйірі айына бір рет үй ауыстырып, басы қатып жүрген жас журналистердің әзірше бірі ғанамын. Жалаң қабат пальто, құлағы жоқ ескілеу жасанды теріден тігілген бас киім, жасанды теріден тігілген қолғап, жасанды теріден тігілген қара портфелімнен өзге іліп алар еш нәрсе жоқ. Дірдектеп жұмсаған жаққа қарай шапқылай бересің. Өстіп шапқылап жүріп, жан сақтайсың. Өстіп шапқылап жүргенде екі жастың біріне келмей ауруға ұшырайсың. Жас кезде бәрі қызық, байқалмайтын секілді. Табаныңнан өткен суық, маңдайыңнан шығар мезгіл. Әлі алда. Мен автобусқа мінгенде сау етіп ел азаматтары қоса кірді. Тегімен бағыт алған үлгілі ауданның басшылары іспетті. Үстерінде құндыр жағалы қыс пальто, кейбіреуінде әдемілеп сырып тігілген шолақ тон. Бастарында үкілеген тиін құлақ шын, аяқтарында әппақ пима, беттері қып-қызыл, буы бұрқырап, қарқ-қарқ күліп отыр. Дәл осындайда адамның бойын қызғаныш билейді. Қазгудың емес мал дәрігерлік институтын бітірмегеніңе өкінгендей боласың. Өкінбе, бәрі кешегені есіңе оралып, одан әрі жаурап, енді ішің мұздап бүрсе түсесің. Автобус әне-міне жүргелі тұрғанда ақ түбіт шәлі ораған қыз кірді. Жүргізушілге билетін көрсетті де, менің оң жағымдағы бос орынға отырды. Қуанып қалдым. Ермек табылды дедім ішімнен. Көлігіміз гүрілдеп, қырылдап, орнынан қозғалғанша жолаушылар да дабырласып, әр нәрсенің басын шалып, көңілді отырды. Суық қыса түсті. Ауыздан ұшқан будақ автобус ішін тұманға айналдырды. Терезе сірескен қырау. Қысқы демалысқа шығып, жұрағаттарына қыдырыстап бара жатқан кейбір мектеп оқушылары әлгі ұлтандай боп қатқан сіреу мұзды тілімен жалап, ерітіп, көздей тесік жасап алып сығалайды. Редакторым командировкаға жұмсағанда әуелі тартыншақтанғаным, ертең жаңа жыл еді. Осы жылына жалғыз рет келетін мерекені жолдастарыңның арасында қарсы алып, соң аттануыма да болушы еді. Бірақ қалаға жүргенде қарық болар мекенім және атап шақырған ешкім болмаған соң қысастанып жылжи беруді жөн санағанмын. Жаңа жылды жолда қарсы алуым бұл бір еместі. Автобус орнынан қозғалып сыза жөнелгенде қатар отырған көрші қызға тіктеп қарап үлгердім. Әдемі екен. Екі бетін суық сорып, томпайып үнсіз отыр. Оның да киімі жұқалау көрінді. Бар байлығы басындағы ақ түбіт шәлі сықылданды. Ақ құба өңіне аса жарасады екен. Көзін үнемі төмен салып отырады да, оқта-текте кірпігін көтерсе, жарқ етіп жанар шығады. Маған ол өз сұлулығын өзі бағаламайтындай сезілді. Үнемі жуас халде ауыр ойдың үстінде келеді. Жанда тіпті айналасында адамдар барын байқамайды да. Мұндайда пысықтық жасап, бас салып сөзге тарту қиын. Терезе жақ суық қой, ауысып отырайық дедім. Ол бірден жауап берген жоқ. Естімегендей меңірейіп қалды да, іркіліп барып тіл қатты. Рахмет, сіздің киім менікінен де жұқа ғой деді. Бірақ мен жігіт деген атым бар ғой. Бұл менің тауып айтқаным еді. Байқаймын, бұл әзілсымағым көкейіне қоныс таба алмады. Тағы да үнсіз отырдық. Суық, жолаушылар жағасына мойнын тығып-тығып, қонақтаған тауықтай мелшиіп отыр. Тек манағы үлдемен бүлдеге оранған ожар топ қана, қағанағы қарқ, өздері жолда тоңбас үшін ептеп тартып алған сыңайлы.
биылғы қыстың қаттылығын, мал қыстату науқаны өте қиын тиерін айтысып, дабырлап сөйлеп, алғашында мазан алды. Жасанды теріден тігілген бәтеңкемнен ызғар өтіп, башпайларымды суық сора бастады. Бір-біріне соғып, тақылдатып жылытқан боламын. Менің осындай мүшкіл халімді сезді ме қыз? Пима киіп шықпаған екенсіз, деді. Қуанып қалдым. Сол құрғырың жоқ қой. Не? Ақша ма, пима ма? Екеуі де. Түрмеден босап шығып едіңіз? Әзілдеді ме, шыны ма, айыра алмадым. Бет пішіні өзгерген жоқ, салқын сұрады. Не десем екен? Алматы жылы болған соң. Түсінікті. Бұдан былай есіңізде болсын. Алтай Алматы емес, қатал. Әрине, бірақ қатыгез жерге қайтып оралу екіталай ау. Ат баспаймын деген жерін үш басады демей ме, ағай? Өзің қайдан келесің? Мен де Алматыдан. Оқисың ба? Иә. Қайда? Қыздар институтында. Факультеті тіл әдебиет. Қайда барасың? Өркен ауылына. Ол қай тұста? Новостройкаға 5 шақырым жетпей, тау қойнауында. Оған автобус бұрыла ма? Айналдырған 2 шақырым жерге уақыт өткізіп жүрмейміз деп, жол жиегіне тастап кетеді. Әрі қарай жаяу тартамыз. Сіз мені тергей бастадыңыз ғой. Дәм тартып сапарлас болған соң таныса отырайық дегенім ғой. Иә, өзіңіз Новостройкаға барасыз ба? Иә, сол селоны жазбақпын. Газетте істеймін. Мен де солай ау деп ойлаған едім. Өйткені сұрағыңыз нақ-нақ. Ол селоны жазуға болар деп ойланып қалдым. Мен оның үнсіз тыныштығын одан әрі бұзғым келмеді. Тақымдап сұрақ та қоймадым. Есіме редактордың сөзі оралды. Шығыс Қазақстанда Новостройка деген қала типінде салынып, мәдени тұрмыстық жағынан бүкіл республикаға үлгі болар село бар екен. Бүгінгі сәулетті қоғамымыздың ауыл селолары барған сайын көркейіп, қаладан еш айырмасы болмай өркендеп өсіп отырғанын паш ету үшін именно сол селоны насихаттауымыз керек. Орталық газеттің бірінде «Села Казахстана меняет облик» деген тақырыппен мақала шығып та кетті. Мейлінше зертте мәдениет сарайын, универмагын, тұрмыстық қамту үйі мен ресторанын суретке түсіріп ал, еңбек адамдарымен кездесіп, басшылығымен жүздес, сұхбаттас. Мен таңғалғаным жоқ, өйткені шынында да мұндай жаңа типпен жобаланып салынған сәулетті селолар саны күн сайын көбеюде. Демек, қаладан ауылдың айырмасы азаюда. Тамаша, әрі табылған тақырып. Газеттің бір бетіне етекті етіп тастап жіберемін. Қыстың ұзақ кеші бітіп түнге айналды. Барар жер әлі алыс, күн суық, аяз буып тұр. Көңілсіз сапар болатын болды деп ойладым ішімнен. Новостройканың азаматтары мұрындары шуылдап ұйқыға басты. Қыз өзімен өзі бір нүктеге қадалған күйі әлі үнсіз келеді. Тау арасына ілінгенде боран басталғаны байқалды. Қар қиыршықтап сабалап, тіпті қасқырша ұлыған үні құлаққа жеткенде болған. Қиюы қашып тозған терезенің жақтау саңлауларынан ішке ұмтылып, әлгі аласұрған боран да жылы мекен іздегендей. Анда-санда бір толқып тастап, мынау алай-түлей боранды сұрықсыз дүниеден қашып құтылғысы келгендей, зымыраған автобуста әзірше кінә жоқ. Ауа райы секілді адамның бойында қалтыраңқы суық сезім билеп, өз-өзіңнен қажисың. Қан түкіргендей көгеріп, сазарасың. Еш нәрсеге зауқың жоқ, дүниенің рахаты маздап жанған от екеніне иланасың. Әрі мың мәрте табынасың іштей. Құлаққа мотордың бір қалыпты гүрілінен басқа сырттан шың-шыңдаған дыбыс келеді. Мен өз алдыма жел кеулеп, аңыраған қарлы адырлардың ортасында жалаңаяқ, жалаңбас безектеп келе жатқан жалғыз жолаушы сияқты елестеттім. Қызық, әлгі тізеден қар кешкен жалғыз жаяу қасымда жым-жырт отырған түбіт шәлілі қызға ұқсады. Қандай қаталдық.
Селк етіп есімді жидым да жалт қарадым. Қырау құрсаулаған әйнекті тесіп сығалап отыр екен. Не қарадың? Ауылдың тұсынан өтіп кеттім бе деп. Шофер хабарламай ма? Кейде ағып өте шығады. Мен ескертіп қояйын дедім де жүргізуші жігітке барып, өркеннің тұсына келгенде айтарсыз деп тапсырдым. Қыз: рахмет деді де сыпайы ғана. Үлкен ойдың үстінде келесіз ғой. Мақалаңыздың қалай бастап, қалай аяқтауды жоспарлап отырсыз ау шамасы. Жоқ, тіпті де олай емес. Сені ойлап келемін. Ал мен сізді. Қызық екен, ішім жылып сала берді. Сізді болғанда өзіңіздің жеке басыңызды емес. Қалай түсіндірсем екен? Жалпы сіз секілді үнемі жол тартып жүрер, үнемі далада машина не ат үстінде жүрер адамдарды. Айталық, менің әкем көп жылдан бері қойшы. Қазір ол отарын жайғап, аяқ суытып шайға отырған шығар. Ол кісілер қыстақта ма? Иә, бірақ қыстақ ауылдан онша алыс емес, іргесіне тиіп тұр. Сен бүгін сонда барасың ба? Енді қайда? Қорқынышты ғой, түн іші, сыртта боран, қақаған аяз. Ой, ағай-ай, мен бұл жердің табиғатына әбден үйренгенмін. Талай тапталған жол. Біздің өркеннің бұрынғы аты Бөрілі деп аталған. Кейін келе өзгертті. Аты өзгергенмен заты сол баяғы қалпында. 20 шақты ғана үйі бар. Аюлы совхозының бір бригадасы. Бастауыш классы ғана бар. Қалған жылды сіз кетіп бара жатқан новостройкаға барып оқиды. Мен де 10 класты сол селода бітіргенмін. Ауылға тура автобус қатынамайтын болған соң, ары өткен, бері өткен қаламен екі ортадағы кез келген көлікке мініп, жолдан түсіп қалып, тау қойнауындағы үйге жаяу барамыз. Жасырып керегіне, әсіресе қыстыгүні аса қиын. Ал қыс дегеніміз 6 айда өте ұзақ қой. Амал не? Қыз күрсінді. Соң әлгіндегі өзі ойып алған тесікті сүртіп, тағы да сыртқа үңілді. Екі тіземмен башпайымның жаураған әңгімеге айналғанда ұмытылған еді, енді қайта дірілдей бастады. Жолаушылардың бәрі қалғып-шұлғып бей-жай келеді. Мотордың әдеттегі гүрілі, даладағы боранның соғуы, бағанағы семіз азаматтардың қорылынан өзге тырс еткен дыбыс жоқ. Мен ойладым, өмір деген ғажап дейді. Түк те ғажап емес. Әншейін осындай автобусқа мініп, белгілі бір аялдамаға түсіп қалу. Біреудің тойып секіруі, біреудің тоңып секіруі. Әлдекімдер көрер таңды көзімен атқызып, ой қажап ұйықтамайды. Әлдекімдер шегіне тарс бүркеніп, уайымсыз тоқ ұйқыға басады. Сайып келгенде өмір дегеніміз өзгенің бақытына қызығып өту ғана. Ал мынау жанымдағы тойған қоздай томпиып отырған қыз ше, оны ертең не күтіп тұр? Бақытты ма? Бақыты жоқ болса, оны іздеп таба ала ма? Не ойлады? Жігіті ұнатқан біреу бар ма? Тіпті мен туралы қандай сезімде келеді? Адамдарға сене ме? Аты кім? Қайтып кездесер ме екенбіз? Атыңыз кім, аға? Деді оқыстан. Нұрлан, өзіңнің есімің? Арай. Жақсы екен. Неге жақсы, аға? Есіміңді айтамын. Таң ата туған соң әкем Арай деп атай салған. Мен жайлауда дүниеге келіппін. Бетінен күлкінің әдемі бір толқыны шымырлап өткендей болды. Мен ойладым, өмір деген ғажап-ау, кеше ғана мынау жалпақ жаһанда Арай есімді қыз барын білмеп едім. Енді міне, демінің қалай шыққанына дейін сезіп, әп-әдемі дидарын көріп отырмын. Адамдар бір-бірін әрең іздеп табады. Соң әп-лесе жоғалтады. Сайып келгенде өмір дегеніміз адамдардың бір-бірін тауып, қайтадан жоғалту емес пе өзі? Мүмкін. 10 жылдықты бітірген соң 2 жыл әкеме көмектестім, деді Арай мұңды жүзбен маған қарап. Әлгіндегі бір күлкінің табы да қалмаған. Ересектер мен болдым, қалған 8-і әлі жас. Оқуға бармай-ақ қояйын деп едім, әкем қолқалап қоймады. Біздің тұқымнан да мұғалім шықсын деді. Намыстанғаны.
әне бір күнгі хатында биыл қыс қатты қызым, ит құс көп, жаңа жылдық демалысыңды пайдаланып мұғалімдеріңнен бірер күнге сұралып келіп қайт, сағындық деп жазыпты. Не күйде отыр екен. Мен ойладым, өмір деген тіпті де ғажап емес, Алтайдың қысы секілді қатыгез, кімдерге суық, кімдерге ыстық, дегенмен өмірді лағнетпен өткізуге де болмайды. Сіз бір түрлі аз сөйлейді екенсіз, деді Арай. Мені сынап отырсыз ба, жоқ әлде мінезіңіз сол ма? Мінезімнің ауыр екені рас, бірақ бір қызып сөйлеп кетсем, атымның басына ие бола алмай қалатын көгезу әдетім де бар. Жол барған сайын күрделеніп, көлігіміздің жүрісі бәсеңдей берді. Боран қарсыдан соғып тұр. Автобустың алдыңғы терезесін қар жентегі тұтып, шофер қайта-қайта сүртіп әуре болады. Аяздың барлығы тау ішінен қашып тығылып, аядай ғана автобусты ектеп тұрғандай. Маған енді сол даладағы арпалысқан боран ит боп үріп, қасқыр боп қаңсылағандай үрейлі сезілді. Жер түгелдей мұз шарға айналып, мәңгіге қатып семіп, ыңырсығандай жүректі өзгеше суық сезім қариды. Мен амалсыздан Арайға қарай жақындап, осынау қаршадай ғана қыздан пана тілегендей бүрсе түсемін. Ал ол болса жаураған мүлде ұмытып, маздап келген ойдың ақ шанасына түсіп, баяғыда ағып кеткендей. Маған қыз да жақындап тақала отырғандай болды. Біздерді қоян қолтық қауыштырған бәлкім Алтайдың ақ боранында емес, аязда емес, басқа өзіміз ұғып сезе бермейтін жастықтың лапыл тұрмақ тартысты күші ме, әлде жүректен шым-шымдап жасқана шығып бойға тараған ұяң сезімнің жауратпай, жатырқатпай, жарастыққа бастаған қуаты ма, ішімнен Арай сөйлесе екен, ойында не бар түгел ақтарса екен деп тілеймін. Табандап, жақындап, адымдап, қашатын тыс етпе алдамшы үміт. Адамның жастық шағымен келіп кетер оңғақ сезім емес бұл. Осы мәуіріттің бақилығын арман етер тәтті хал, мұзды денеден жалындап шығар ыстық сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік болғанда, қыз бен жігіттің екеу арасындағы күйдім жандым ба? Жоқ, осы айнымас сәттің қымбаттығын паш етер мұңды минуттар. Кейінірек зар еңіреп жүріп сағынатын, бейкүнә отырыс, айтпай түсінетін көңіл ұғыстығы шығарау. Жылы киініп, алаңсыз ұйқыға жатқан новостройканың атқамінерлері қорылға басты. Менің көз алдыма не екенін білмеймін, ат құлағы көрінбейтін боранда, үстінде жұқа ғана шыт көйлегі бар, шашы жалбырап, тізеден қар кешіп, адасып жүрген қыз елестеді. Тағы да өз ойымнан өзім шошыдым. Арай, айып болмаса, мен сені қыстаққа дейін ертіп барайын. Түн, аяз. Жоқ аға, ол не дегеніңіз? Ыңғайсыз ғой. Жолыңыздан қалмаңыз. Мен үшін бұл Алтайдың түні мен бораны үйренген жау. Біз келе жатқан жол тастақ әрі оқтай түзу. Кең, тек дүңкиген алып жоталарды айналып, сайлау жерге түскенде ғана ирелең тартады. Әдетте мұндай әдемі тас жолдың бетіне қар қиыршықтары тоқтамай, үпетіп жел соқса сусып, алақаншықтана билеп, сай-сайға тарағандай қашады. Сондағы болар, жол соқты болып шаршаған жоқпыз. Әйтсе де, екі енімнен қос қолдап басқандай тынысым тарылып, талмау тартып отырмын. Қарным ашқан сезілді. Мен тағы да ақ көңіл, ақ жарқын Арайды ойладым. Шынында да өзінде бір мазасыздықтың сарыны, ертеңге деген асығыстық барау. Жалғыз көрген кісісін жатырқап жатсынбай бауыр тартып, ақтарыла сөйлейді екен. Ол қайта-қайта қой шәкесін аяп, шеттей бауырларын еске алып қояды. Әкемдер ендігі шайын ішіп болып, ертең ерте тұрамыз деп
жату қамына кіріскен шығар. Білесіз бе аға, біздің Өркен ауылында әлі электр жарығы орнаған жоқ. Бұқтырма газ электр станциясын новостройкаға тура тартқан. 20 шақты үйі бар ауылға әуреленіп бұрып жүрмейміз, кейін асықпай тартамыз деседі. Білесіз бе аға, біздің ауылда клубта, кино қондырғы мен кітапхана да жоқ. Бар болғаны ыдыс-аяқ, мата, қант кәмпиті араласқан жалғыз дүкен. Ол да сатушының 2 үйінің біріне үйіліп жатар. Қызығы, Өркен бригадасы совхоз бойынша жоспарды үнемі артығымен орындайды, ал мәдени тұрмыстық ахуалымыз осындай. Бірақ сіздер мұндай жетім ауылды менсінбей, тура түзуде жайлы тас жолмен үлгілі селоға тартасыздар. Тек сондай тамашаны ғана көріп жазасыздар. Ара, егер сен қарсы болмасаң, мен қазір жол қойнауындағы өгей ауылға бірге барсам. Соқыр теке ойнайсыз ба? Деп сыңғырлай күлді. Күлкісі әдемі. Бір түрлі кісінің ести бергісі келеді, және күлу оған соншалық жарасады. Қайтар жолыңызда соға кетіңіз, 2-3 күнде мен де қайтармын. Мақұл, оған да келістік. Бірақ жүргізуші жігіт артына бұрылып, Өркенде түсетін кім бар деп дауыстады. Жатқандай жапа тармағай қозғалып үрпиісіп тұра бастады. Алғашқы айтқандары, қай жерге келдік болды? Өркенге. Жаман иттің атын бөрбасар қояды деп, осы ауылда тоқтап бекер әуре болады деп, нәумез бола күңкілдесті. Арай ықшам тұрып, шағын қара сумкасын иығына асып, тысқа беттегенде, мен де соңынан ілестім. Автобус есігін ашып жібергенде анталаған аясылап беріп, бетті шарпи шабуылдадай. Көзге түртсе көргісіз, сонадайда әлсіз жарқысы қыраяды. Бағанағыдай емес, ала құйын боран бәсендеп, кебінге оранған жер бетін өлім тыныштығындай ұлы тыныштық иектеп жалмап, жайпап бастаған екен. Мен Арайды сол түн түнектің қара отауына кіргізіп тұрып, соңғы рет шығарып салайын деп өтіндім. Тек автобус орнынан қозғала бергенде, қайтарда келіңіз аға, күтемін деген әудемі даусын естіп қалдым. Осы кезде жүргіншілердің арасында осы күнгі жастар тауық секілді көзді ашып жұмғанша танысып табыса қалады деген көбірін және естім. Новостройкада 2 күн еру болып, 3-ші күні жолға қайта шықтым. Мен барған село арасында да көз тоятын көркем еді. Қалаша салынған оқтай түзу көшелер, қаздай тізілген ақшағала үйлер, бейне бір ғажайып түс көргендей боласың. Онша далдиған көлемді де емес, шап-шағын селоға әлемдегі жақсылықтың бәрі үйіп төккенге ұқсайды. Облыс пен ауданға келген өкіл ұятты қонақты осы новостройкаға ала жөнеледі білем. Маған осынау ауыл көрмеге қойған макет село секілденген. Десек те, іштей ризамын. Басшыларда қонақжай, лыпып тұрған өңкей жүзіктің көзінен өткен жігіттер. Бірақ маған сонау Өркеннің бүкіл байлығы мен бақыт несібесін осы сүйкімді село ұрлап, тонап жатқандай әсерді және қалдырды. Арасы ат шаптырым ғана 2 ауылда неге соншалық жер мен көкте айырмашылық бар деп ойлаймын. Өйткені новостройка бұрыста емес, түзу жолдың бойында, деді ішімнен бүрін. Қызық, анау күні танысқан түбіт шәлілі қызды ептеп сағынғандаймын. Таныстық неғұрлым келте болса, сағыныш анағұрлым ұзақ болады. Мен оны оқыстан таптым. Мүмкін өмірімнің алғы күндері оған телулі шығарау. Мүмкін әйтеуір үнемі біреуді іздеп, елеңдеп жүрер жүрек байыз тауып, байырқалар айдында жолыққан шығарау. Осы тілек, осы үміт-ау адам баласын елеңдетіп, ертеңгі күндерге асықтыратын, ұстатпай сағымша бұлдырап шаршататын. Таңертең аудан орталығына барар автобусқа мініп, дәл Өркеннің тұсынан түсіп қалдым. Таңға жуық қырбақ қар жауып, қансонар болып жатқан. Таудың көк желкесінен болымсыз сығаланған жансыз күн сәулесі шығармақ қарға түсіп,
көз суыртып қаратпайды. Аппақ ұлпа дүниенің таңғажайып көркем қысқы көрінісін айтып жеткізу қиын. Өркенге барар жолды айдындаған шананың айқұш-ұйқыс ізі ғана, өзге бір белгі әзірге жоқ. Әлгі шананың қатар жарысқан қос сызығы кейбір адамдардың қиылыспайтын тағдыр соқпағын еске салады. Қойнаудағы ауылға беттедім. Мұржадан ұшқан түтін желсіз тымық ауаға тік ұшып, баяу қалқып көзден ғайыптанады. Мұрныма сол күре жолдың 2-3 шақырым қаға беріс оң шынтақта бұйығы жатқан қайран ауылдың түтіні келген деді. Қайқаң болғандықтан ба, алқынып жүрсім маңдымайды. Мен тіпті асығып та келе жатпағанмын. Арай сөз жоқ мені алаңдап тосып отыр. Ертеңнен Алматыға бірге аттанамыз. Әке-шешесі қалай қарар екен деп сесіктене ойлаймын. Мен Өркенге келгенде алғашқы көрген кісім орта бойлы, қалың, қара қасты әдемі жігіт болды. Бас салбырап аялдамаға қарай асығыс құлдырай жөнелді. Әй жігіт, дедім дауыстап, Арайдың үйі қайсы? Ол маған түнере қарап тұрды да, оның кімі едің деп қайыра сұрақ қойды. Жай әшейін танысымын. Анау ауылдың шетіндегі қыстақ, деді ол шұғыл бұрылып жүріп кетті. Қыстаққа жақындағанында сыңсып жылаған дауыс естім. Батылым бармаса да тәуекел деп кіріп келгенімде басына қара жамылып, ағыл тегілі жылап отырған әйелді, оны қоғамдай қоршаған шеттей балаларды көрдім. Шешесіне қосылып пысылдап жылайды. Жүрегім тас төбеме шықты. Басын көтеріп, жасты жанарымен қараған қайғылы әйелден сасқалақтап, Арай қайда деп сұрадым. Үнім шаңқ етіп жаман шықты. Айырылдым ғой Арайымнан. Аңыраған жоқтау онсыз да бор боп езіле бастаған жүрегімді шабақтап тілгіледі. Сай сүйегім сырқырап, тізерлеп, жығылып, қыздың анасын бас салдым. Бұл менің алғашқы әрі ақырғы құлауым шығар. Арайды сол боранды түнде қасқыр қамап ауыл мен күре жолдың екі ортасында жеп кеткен екен. Қыстақтың қыр жағында жерленген Арайдың моласына бардым. Әппақ күмісше жылтыраған әппақ қардың үстінде қап-қара төмпешікке айналып, мәңгілік сапарға, қайтпайтын сапарға аттанған Арайдың бейкүнә балапан рухы жатты. Қыз әкесі мені көрмегендей, сол жас қабірге тесілген қалпы меңірейіп тұра берген. Ақшақарға көзден аққан жас тырс-тырс тесе тамады. Қорадағы қамаулы қой маңырады. Бұл өңірдің ендігі қызығы да, қайғысы мен қуанышы да түгел осы. Бірінің жүні бірі жұлып жеп тұрған ақтылы қой сықылданды. Мен ауылдан аялдамаға қайтып бара жатып, Арайдың қабіріне ақырғы рет қарап едім. Қыз әкесі молаға орнатқан тас мүсінде болып әлі тұр екен. Күре жолдың шетіндегі аялдамаға қайтып келгенімде бағанағы жігітпен новостройкаға оқуға жиналған бір топ балаларды көрдім. Ішіндегі біреуі Арайға өте ұқсайды. Бәлкім кішкентай сіңілісі шығар. Олар дірдектеп тоңып тұр. Автобус әлі жоқ. Жігіт айтты, Араймен бірге оқып бір партада қатар отыр едім. Көмейіне өксік тығылып барып сөзін әрең жалғады. Қалтасында сіріңкесі болған екен. Таусылғанша жағып, айбарғып отырыпты да, қасқырлар қамалып қоймаған соң шанадан түсіп қалған бір бау шөпті өртепті. Сонсоң қар беті апыр-топыр айқасқан екі етігі мен шашын мазақтағандай қарға шаншып кетіпті. Әкесінің аузын мылтығымды алып келіп, Алтайда бір қасқыр қалған шақырамын. Тұқымын қалдырмаймын. Бұл жерге жыладым. Сол түні қасқыр көп болыпты. Осы кезде новостройка жақтан сылаң етіп автобус көрінді. Мен редакторымның тапсырмасын тұңғыш рет орындамадым. Бүгінгі заманымыздың сәулетті селосы жайлы мақала жазылмады. Оралхан Бөкей. Тыңдағандарыңызға рахмет.
арасында тоқтап қалған жерлерім немесе сезімге беріліп кішкене көзіме жас алған кездерімді айып етпеңіздер. Каналға жазылып қойыңыздар, болашақта тағы да осыған ұқсас қызықты әңгімелерді салып отыратын боламын.